Семіріп кетпеу үшін ұнды тағамдарды қалай жеу керек? Біз жақсы көретін көпшілік тамақ ұннан жасалады. Салмағын бақылауда ұстайтын адамдардың көпшілігі ұннан жасалған тамақтарға шектеу қоюды қолданады. Бұл қақпаннан шығудың жалғыз әдісі тәтті бөлкелерден мүлдем бас тарту деп ойлайды. Сүйікті пісірмелеріңізді жеп, қалай артық салмақ қосып алмауға болады? Гликемиялық индексі төмен өнімді таңдаңыз. Салмағын бақылауда ұстайтын адамдар үшін гликемиялық индекс сияқты көрсеткіштер маңызды. Ол қаншалықты жоғары болса, тамақтан соң қант деңгейі соншалықты жылдам көтеріледі. Оның артынша қандағы инсулин деңгейі де көтеріледі. Ал ол қант деңгейін қайтадан түсіріп, тәбетті арттырады. Мысалы, тазартылған ұннан дайындалған ақ нанның гликемиялық индексі 95, салындысы жоқ бөлке 85, торт печенье 100, құймақ 70, ал тұтас дәнді және қара бидай нанында гликемиялық индекс 50. Дайын өнімнің гликемиялық индексін азайтуға бола ма? Мынадай лайфхак бар. Ұнды өнімді мұздатқышта 10 минутқа салса, гликемиялық индексі 50 бірлікке азаяды. Сондай-ақ ұнды өнімдерді ақуызбен, жұмыртқа, сүзбе, ет және сүт қышқылды өнімдермен үйлестіру желінген тамақтардың гликемиялық индексін азайтады. Көбірек қозғалуды қолға алыңыз. Ұнды өнімдер ыдырау кезінде ағзаға энергия беретін көмірсулар. Сондықтан кез келген көмірсуларды тамаққа, кешке әсіресе ұйықтар алдында қолданбаған жөн. Шамасын біліңіз. Әрине, көмірсулардың көлемі маңызды. Көп қозғаламын деп, гликемиялық индексі төмен тамақтарды таңдадым деп, ұнды өнімдерді де өте көп жей беруге болмайды. Маргариннен бас тартыңыз. Маргарин қосылған ұнды өнімдер салмақтың артуына ықпал етеді. Сондықтан нан және басқа да ұнды өнімдерді алмас бұрын оның құрамын оқыған жөн. Оның жарамдылық мерзіміне де аса мән беріңіз. Нанның 3 күннен артық сақталғанын алмаңыз. Мұндай нанға консерванттар қосылған болуы мүмкін. Маргарин өнімнің калориясын арттырады. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.